Ыбырай Алтынсарин ағартушылық, педагогтық, ақын жазушылық тарихи қызметі мен зор талантын, жан-жақта терең білімі мен қайрат жігерін елдің желкілдеп өскен көк шөптей жас ұрпағын оқытып тәрбиелеуге, қазақ жерінде жаңа үлгідегі мектептер ашып, оқушыларды өз кезінің озық ғылымымен қаруландыруға, кәсіп түрлеріне үйретуге арнаған. Ыбырай бұл жолда сан алуан кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып, үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Сөйтіп, туған халқының мақтан тұтатын ардақтысына айналды. Ыбырай Алтынсарин шығармалары жас өркен балаларды тәрбиелеудің қайнар көзі десек те болады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Алтынсариннің ғибратты әңгімелерінің арасынан «Әке мен бала» атты әңгімесін тыңдауды ұсынамыз. Әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп баласына айтты: «Анау тағаны балам ала жүр» деп. Бала әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайрылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бір-бірден алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан түскен бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тым қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бірінен соң бірін, және бір шие, одан соң тағы бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жетті. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты: «Көрдің бе? Мана тағаны жамансып жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр боласың» деді. Құрметті оқырмандар, Ыбырай Алтынсариннің шығармаларымен танысуға кітапханадағы кітап қорынан алып оқуға шақырамыз.